Сәлем менің сүйікті көрермендерім. Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге эухарис немесе белая лилия гүлінің күтімі, баптауы, қалай су ішеді, сол туралы айтатын боламыз. Алдымен каналыма жазылмаған болсаңыз жазылып, комментария жазып, лайк басып кетіңіз. Эухарис жарықты жақсы көреді, барлық бөлме гүлдері секілді, бірақ күннің тіке түсетін көзіне қалдыруға болмайды. Көлеңке, жарық жерде жақсы өседі. Таза ауаға, далаға шығарғанды жақсы көреді. Бірақ тіке түскен күннің көзіне қалдыруға болмайды. Көлеңке жерге қою керек. Және де жауын шашынның астында қалдырмау керек. Белая лилияны сквозняктан сақтау керек. Қыстың күні жылы жерде тұрғаны дұрыс. Суық бөлмеге шыдамайды. Жапырақтары солып, пиязы шіріп кетуі мүмкін. Ал енді су құю әдісіне келсек, суды аз ішеді. Су құйғаннан кейін 3-4 сантиметрге топырағы кепкенге дейін қайта-қайта үстіне су құюға болмайды. Себебі бұның астында пиязы болады. Сол пиязы шіріп кетуі мүмкін, не болмаса тамыры шіріп кетуі мүмкін. Сол үшін 2 аптада 1 рет суғарсаңыз да жетеді. Ең дұрыс жолы топырағын тексеріп суғарған дұрыс. Басқа гүлдерде 1-2 сантиметрге шейін құрғаса суғара беруге болады. Бірақ біздің бұл эухаристі ондай емес, 4-5 сантиметрге шейін, почти что горшоктың жартысына шейін құрғанға дейін су құюға болмайды. Саусағыңызды горшоктың жанына тақап, тереңірек қолыңызды тығып көресіз. 4-5 сантиметрге шейін шамалап тығып көресіз. Егер құрғақ болса суғарасыз, егер астында намы болса күтесіз. Суғарғаннан кейін астына жиналған, тарелкаға жиналған суды алып тастау керек. Бұл өте маңызды. Белая лилия шомылғанды жақсы көреді. Жылы суды жиі шашып тұрсаңыз болады, әсіресе жаздың күндері. Қыстың күндері азайтасыз, бірақ жапыраққа қонған су тамшыларын лажы болса сүртіп алып тастаған дұрыс. Себебі жапыраққа қара дақтар пайда болады. Ал шомылдырған кезде, егер гүліңіз гүл ашып тұрса, гүлге су тигізбеген дұрыс. Гүліне, бутонына су тигізбеген дұрыс. Бұл эухарис тар горшокта өскен жақсы негізі. Неғұрлым тар горшокта өссе, соғұрлым көптеген пиязшықтар ашады. Ол пиязшықтардан жаңа отростықтар шығады. Неғұрлым ұзақ тұрған сайын жапырақтары үлкен болады және де гүл ашуы көп болады. Көп, мол ғып гүл ашатын болады. Сол астындағы пиязынан көбейеді. Сол астында пиязын пересадка жасаған кезде жекелеп алып, абайлап жекелеп алып, көбейтсеңіз болады. Ал топырағына келсек, топырағы универсальный топырақ болады. Специально пиязшықтарға, гүлдейтін гүлдерге арналған универсальный топырақтар болады. Сол топырақтар болады. Кәдімгі ауылдағы гөң топыраққа отырғызуға болмайды. Себебі біздің бұл гүлімізге, эухарисқа неғұрлым суды тез сіңіріп, тезірек кеуіп, ауа жіберіп тұратын топырақ өте жақсы, пайдалы. Дәрумен беретін болсаңыз, гүлдейтін гүлдерге арналған тыңайтқыштардың барлығы болады. Бірақ сол құтының сыртындағы дозасына қарайсыз, сол дозадан 2 есе азайтып барып бересіз. Бұл тыңайтқышты 2 аптада 1 рет берсеңіз болады. Бір айтып кететін жағдай, эухарис гүлдеп тұрған кезде тыңайтқыш берудің қажеті жоқ. Себебі бұл февраль-март айларында гүлдейді. Сол кезде эухарис демалады.
демалған кезде тыңайтқыш беруге болмайды. Ал енді пересадка жасайтын болсаңыз, тамырын өте абайлап отырғызу керек. Себебі эухарис пересадканы онша ұната бермейді. Өте нәзік гүл болғандықтан абайлап отырғызғаныңыз дұрыс. Тамырына зақым келтірмей, өзінің горшогынан 2-3 сантиметр үлкендеу горшок аласыз. Сөйтіп соған ауыстырасыз. Ауыстырған күннің өзінде пиязшығы топырақтың бетінде қалып кетпеу керек. Кем дегенде 4-5 сантиметр топыраққа көмілу керек. Ал бүгін сіздерге берген ақпараттарым ұнады деп ойлаймын, пайдалы болды деп ойлаймын. Бұл эухарис және белая лилия гүлін менің бір көрерменім күтімі туралы салыңызшы деп өтініш қылған екен. Сіздің өтінішіңіз бойынша ютубқа салдым. Ұнаса менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.